Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге шаурманың өте дәмді болып шығатын оригинал рецептісін жасайтын боламыз. Бүгінгі жасайтын шаурманың еті жып-жұмсақ болып піседі. Ал ішіндегі соус шаурмаға өте керемет дәм береді. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Сіздерге рецепт ұнайды деген ойдамын. Сонымен шаурманы жасауға кірісейік. Етті видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзын әрі жіңішке етіп турап аламыз. Табаны плитаға қойып, май құйып қыздырамыз. Қызып тұрған майға жаңағы турап қойған еттің барлығын салып, жақсылап қуырып аламыз. Етті қуырып жатқанда тұз, қара бұрыш және тағы да басқа дәмдеуіштерді қосуға болады. Және де етті қуырып жатқанда еттің өзінің осындай суы шығады. Сол суға етті бұқтырып пісіреміз. Етті бұқтырып жатқанда әр 5-10 минут сайын осылай араластырып тұру керек. Еттің өзінің суы тартылған соң, жарты стакан шамасындағы қайнаған суды құйып, плитаның астын ең төменгі градусқа қойып, етті тағы да 10-15 минут шамасында бұқтырамыз. Ет дайын болғанша шаурманың соусын жасаймыз. Бұл соусқа өзіңізге ұнайтын кез келген ас көкті таңдап алсаңыз болады. Ас көкті турап болған соң, сарымсақты ұсақтап тураймыз. Содан соң майонезге 1 шай қасық қант, 1 ас қасық томат соусы, туралған укроп және сарымсақты салып жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай өте дәмді соусымыз да дайын болды. Және де картопты ұзындау етіп турап, майға қуырып аламыз. Картопты майға қуырып болған соң, ыстық күйінде тұздауды ұмытпаңыздар. Мен бүгінгі видео рецептте шаурманың ішіне салынатын 40 қабаттан жасалатын салатты алдын ала дайындап қойдым. Осылай лаваштың ішіне салынатын бүкіл салмасын үстелдің үстіне дайындап қоямыз. Және де қуыруға арналған табаны плитаның үстіне қойып алдын ала қыздырамыз. Сонымен шаурманы құрастыру ғана қалды. Лавашты жайып, шеткі жағына осылай 4 бұрышты етіп соусты жағып шығамыз. Содан соң капуста мен сәбізден жасалған салатты, қуырылған картоп пен етті және туралған қызанақ пен қиярды салып, лавашты видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Алдын ала қыздырылған табаның бетін майлап, шаурманы сол майға аздап ғана қуырып аламыз. Шаурманы осылай аз ғана майға қуырып алсаңыз, сырты күсерлек болып тұрады. Менде осындай көлемдегі шаурмадан 10 дана шықты. Сіздер де міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Біздің бүгінгі жасаған шаурмамыз да дайын болды. Бұл шаурма өте дәмді болып шығады. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.